Дін және экстремизмнің айырмашылығы қандай? Дін мен экстремизм бір-біріне үш қайнаса сорпасы қосылмайтын екі бөлек дүние. Түсінген адамға екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Дін мәселені ғылымнан, кітаптан іздейді. Экстремизм сұрағына жауапты интернеттегі бейне жазбалардан іздейді. Дін кез келген жағдайда жауапкершілікті өзінен бастайды. Экстремизм барлық кінәні өзгелерден көреді. Дін қандай жағдайда болсын кешірімді, экстремизм ашу ыза мен кекті кеудесіне сақтай береді. Дін мейірман, ақжарқын, бәріне көмектескісі келіп тұрады. Экстремизм агрессивті, кез келген нәрсеге күдікпен қарайды. Дәстүрлі дін мен экстремизмнің екі бөлек дүние екені айдан анық. Ойланыңыз, өз тағдырыңыз өз қолыңызда. Сондықтан жат ағымдар мен экстремизмге жол бермеңіз.